YouTube'ға біреудің видеосын алып, сала салам деп ойлайтын ақылды адамдарға қазір олай істесеңіздер не болатынын көрсетем. Сіз видеосын ұрлаған адамның творческая студиясында авторские права дейтін бөлім бар. Вот сол жаққа кіретін болса, барлық оның каналынан ұрланған видеолардың барлығы шығып тұрады мына жерде. Міне қарасаңыздар, менің каналымнан қаншама видеоларды ұрлаған. И көрсек 8,5 мың просмотр жинап алыпты, 6,5 мың просмотр жинап алыпты, біреуінде 929 подписчигі бар екен, біреуінде 13,400 подписчигі бар екен. Менің каналымнан видео ұрлаған адамдардың. Мен не істеймін? Мен барлығын белгілеймін да осы адамдардың. Сосын отправить запрос на удаление дейтін кнопканы басам. Ары қаратай мына жерде удалить сразу немесе удалить через 7 дней деген кнопка бар. Удалить сразу деп таңдаймын да. Сосын мына жердегі галочкаларды қоям, өзімнің қолымды қоям да отправить кнопкасын басам. Болды.